Жақсылыққа жауапты тез қайтар. Бір қарыз екі адамды ұйықтатпайды. Қожасы көп үйдің қонағы аш қалады. Әрбір жаңа түскен келінде ененің сипаты бар. Келін ененің топырағынан. Алыстан барлық адам жаман емес. Әлем адамның көптігінен емес, жоқтығынан құриды. Ажырасқан екі адам төсекте бас қосса, 4 адам болып ұйықтайды. Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тындырар еді. Барлық адам ақшасының жоқтығына шағымданады, ақылының аздығы туралы сөз қозғамайды. Алла адамға көп тыңдасын деп 2 құлақ, аз сөйлесін деп 1 ауыз берген. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын.